Баяғыда кітап ақпарат алудың жалғыз көздерінің бірі болды. Қазір ақпаратты көп жерден алуға болады, соның ішінде біздің замандастарымыз ғаламтордан алады, ютубтан алады. Кітап осындай жағдайда қалай бәсекелестікке түсе алады? Бүгінгі оқырман кітапты не үшін оқуы керек? Енді бір кімнің айтқанын білмеймін, бір дана сөз бар ғой дейді, келешекте дейді, кітап оқитын адамдар телевизор көретін адамдарды басқарады дейді. Сондықтан менің ойымша ол әбден рас. Өйткені кітап оқудың бір ерекшелігі, міне қараңызшы, сіздер YouTube қарағанда, не Instagram қарағанда, немесе телевизорды қарағанда, теледидарды қарағанда, сендер сол жерден көзбен дайын жауаптарды алып отырасыңдар. Дайын жауаптарды алғанда адамның миы қосылмайды. Адамның миы ештеңені талдамайды. Дайын жауап берді, шайнап берді, котлеті сияқты жұту ғана қалды. Кітаптың бір ерекшелігі, кітап оқығанда сен тоқтайсың, сенде көптеген сұрақ туындайды. Өйткені жаңа ойды көресің де, сосын ойлайсың, оппа, мына ой менде болмады. Мына автордың көзқарасы бөлек екен. Бұл неге бұлай ойлады екен деп, кітап деген кәдімгі тірі адаммен пікірталас жасағанындай бірдей. Мысалы, кейбір келіспейтін жерлерің болса, сен ойлайсың, мынау неге жазды екен бұлай, дұрыс па екен, бұрыс па екен деп. Кәдімгі пікір алысу сияқты ғой. Сондықтан кез келген жерде тоқтайсың, автормен пікірталасқа түсесің, жазып аласың, ойланасың. Менде мысалы кейде кітап оқып жатқанда, оқып келе жатқанда, бір ауқымды ойға келгенде мен тоқтаймын да, сол ойды шайнап жүрем. Бұл неге бұлай етті екен, бұның себебі не екен, бұл өмірдің барлық кез келген нелерін, оқиғаларына келе ме екен, жоқ, бұл тек қана мына кітапта жазылған оқиға келетін ереже ме. Өйткені менің ең басты мақсатым кез келген оқыған кітаптан ақыл немесе сондай ой алып, өзіме ереже құру. Өйткені адам өмірде туғаннан бастап жетістіктерге жеткенше дейін ол бір проблема шешуден екінші проблема шешуге бетіп көтеріліп отырады, баспалдақ сияқты. Егер бір деңгейдің проблемасын шешіп, жай тек қана өзінің проблемасын шешсеңдер, ол проблема қайтып келе береді сендерге. Оны қайтып келмеу үшін сендер оның себебін, оның тамырын біліп алу керек та, оны қайтып келмейтін неғып шешу керек. Сонда сендер екінші деңгейге көтерілесіңдер де, сол деңгейдің проблемалары келеді сендерге. Негізі адам деген, жетістікке талпынған адам, ол проблемаларды, мәселелерді шеше алатын машине. Ол кәдімгі машине, проблемаларды шешетін. Адамның негізі ой санасын, деңгейін, оның қандай проблемалармен айнасатын деңгеймен білуге болады. Сондықтан, мына әсіресе кітаптарда, әсіресе мен кітаптардың ішінде іздейтінім қателіктер, мысалы, ол автордың айтқан ойларын мен тікелей өзіме ереже ретінде алмаймын. Мен оның кемшіліктерін іздеймін, оның оқылықтарын сөйтіп нетіп отырамын. Ішкі сүзгіден өткізесіз ғой? Иә, сонда әбден ол мен егер автормен келсем, онда өзіме жазып алып отырамын. Сондықтан кітап оқудың өзі ол бөлек үдеріс. Оны көп адамдар, көпшілік кітапты дұрыс оқи алмайды. Жай оқиды да тастай салады. Ол оқылған деп есептелмейді. Оқылған кітап деген ол әбден оқылып, оның нәрі алынып, өздеріңге деген ойларын алып, оны өздерің арғырай дамытып, сол кітап арқылы өздерінің ережелеріңді дамытып, күнделікті өміріңе енгізсеңдер, онда ол кітаптан сендерге пайда келеді. Басқа жағдайда ол керексіз, пайдасыз білім. Ол босқа кеткен уақыт. Рахмет.